Осы Матай жазған ізгі хабарда Иса жындарды сауықтырып, орнына келтіреді. Сондай жағдай болады, сауықтырады оларды, сондай жасайды. Бірақ сол жерде халық бәрібір андай не болады. Ана жын соққан адам көз көрмейді, соқыр. Әрі сөйлей алмайды екен. Ол не қылған, не деген бейшара, не деген мүсәпір десеңізші. Сондай күйінде келіп тұр, және Иса сол адамды сауықтырады. Енді сол сауықтырғанның нәтижесі ол соқыр адам енді көз көреді. Болды. Ал және тілі байланған, тілі шешіліп, ол сөйлей алатын болды. Қандай керемет. Қандай керемет, әк жерде той жасап, қайта мадақтап, қуанып, риза болу керек. Солай істеу керек еді ғой. Бірақ енді көре алмаушылық деген қиын ғой. Парызшылдар деген бұл адам дейді. Оны жынды шығарғанда ол Құдайдың күшімен емес дейді, немесе ол керемет деп есептелмес, ол жаңағы шайтанның күшімен шығарды дейді. Енді қараңызшы, мына жерде енді барып тұрған тура комедия деп айтсады. Кейбір дін мұғалімдер мен парызшылдар сонда Исаға былай дейді. Ұстаз, билігіңізді дәлелдейтін бір кереметті көрсек деп едік дейді. Енді бұл барып тұрған не? Бұл барып тұрған ақмақтық па, әлде немесе бір мазақ ету ме? Жаңа ғана өзі айтып түсіндіріп жатыр. Жаңа ғана сендердің алдарыңда жын соққанның көзін ашты, оның жаңағы мылқаудың тілін ашты, тілін шешті. Енді сендер маған келіп, қалайша сендер маған керемет көрсет дейсіңдер. Сондықтан Иса айтады, ең басты көретін кереметтерің, ең үлкен керемет әлі күтіп тұр дейді. Мен 3 күннен кейін қайтадан тірілемін. Біз кейде мәсіхші болғанымыз үшін ғана бізді отбасымыздан қуып шығады. Біз тек мәсіхші болғанымыз үшін ғана біз өмір сүріп жатқан орта бізді қабылдамайды. Бірақ негізінде біз осы өзіміз, еліміз үшін, жеріміз үшін бар жақсылықты тілейміз, қолымыздан келгенше осы елдің өсіп өркендеуі үшін үлес қосамыз. Соған қарамастан кейде бізді қабылдамай жатады. Сол кезде біз тек мәсіхшілермен ғана қаламыз. Соны көрсетіп жатыр ғой, кейде сондай жағдайлар болады. Армысыздар, құрметті Киелі кітап әңгімелерін тыңдаушы бауырларым. Құдай жарылқап бата берсін. Бүгін міне Талант мырзамен бүгін ары қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Матай жазған ізгі хабардың 12-ші тарауы 22-ші аяттан Матайдың 13-ші тарауы 1-ші аятқа дейін сол жерде әңгіме қозғайтын боламыз. Осы қысқа мерзімде осы әңгімені бітіреміз деп ойлаймыз. Талант мырза, мынау сіз осы Киелі кітапты оқып, осы түсіндіріп халыққа, бауырларымызға, жүрген бауырларымыздың бірісін. Осы Матай жазған ізгі хабарда Иса жындарды сауықтырып, орнына келтіреді. Сондай жағдай болады, сауықтырады оларды, сондай жасайды. Бірақ сол жерде халық бәрібір андай не болады, ризашылық болмай білдірмейді осы нәрсеге жасаған. Сол нәрсені оқыдыңыз ба, сол жерде бар ма? Оқығам. Есіңізге түсті ма? Есіме түсті. Ол сіздің айтып отырғаныңыз, ол Матай жазған хабар 12-ші тарау. 22-ден ары қарай. 22-ші аяттан басталады. Енді сол аяттарды оқиық. Сол кезде жұрт Исаның алдына жын соққан соқырда мылқау біреуді алып келді. Иса оны сауықтырып, соқырда мылқау адам әрі көретін, әрі сөйлейтін болды. Барша халық қайран қалып бір-біріне, Дәуіттің ұрпағы, Мәсіх немесе майланған, осы шығар десті. Бірақ мұны естіген парызшылдар, сол адам жындарды тек олардың әміршісі Белзебулдің, яғни Әзәзіл шайтанның күшімен қуып шығарады деп жала жапты. Яғни біз өткен жолғы айтқан не істесең де ұнамайды дегеннің сарыны ғой, бұл. Ана жын соққан адам көз көрмейді, соқыр. Әрі сөйлей алмайды екен. Ол не қылған, не деген бейшара, не деген мүсәпір десеңізші. Сондай күйінде келіп тұр, және Иса сол адамды сауықтырады. Енді сол сауықтырғанның нәтижесі ол соқыр адам енді көз көреді. Болды. Ал және тілі байланған, тілі шешіліп, ол сөйлей алатын болды. Қандай керемет. Қандай керемет, әк жерде той жасап, қайта мадақтап, қуанып, риза болу керек. Солай істеу керек еді ғой. Бірақ енді көре алмаушылық деген қиын ғой. Парызшылдар деген бұл адам дейді.
аны жынды чыгарганда ол Кудайдын күшүмен эмес дейт, немесе ол керемет деп эсептелмес, ол жаңы шайтандын күшүмен чыгарат дейт. Енді егер тура осы айды ары қарай өрбітіп дамытатын болсақ, осы парсылдар орнына тұрып, парсылдардың орнына тұрып, сонда Белзебулдегі ең қайырымды, ең мейірімді, жаңағы неме еді, орысша айтады ғой, мать Тереза дейді ғой, сол болайын деп тұр ғой. Егер енді Белзебулдің күшімен шығарса, яғни Белзебул адамның тілінің шешілгенін қалайды екен, көзінің ашылғанын қалайды екен, ол не деген жақсы Белзебул десеңізші. Енді әрине оның бәрі жаңағы кісінің олардың айтып тұрғаны, парсылдардың айтып тұрғаны Исаға жала жабу, немесе оның істеген кереметін мойындамау, оның бойында сондай бір құдіретті бар екенін қабылдамау, содан бас тарту. Енді Исаның оларға берген жауабы. Жікке бөлініп, өзара соғысып жатқан әрбір патшалық жойылып, бос қалады. Өзара ұрысып, керісіп жататын әр қала не үйде құрып кетеді, деді. Сол сияқты, егер шайтан өзін қуып шығарып жатса, оның өзіне өзі қарсы соғысқаны. Олай болса, оның патшалығы қалайша жойылмай берік тұра алады, дейді. Ендеше, мені жындарды Белзебулдің күшімен қуып шығарды десеңдер, онда сендердің шәкірттерің оларды кімнің күшімен қуып шығарып жатыр? Бірақ шынында мен жындарды Құдайдың киелі рухының құдіретімен қуып шығарамын. Демек, араларында Құдайдың патшалығы орнаған, дейді. Енді Исаның осы жерде айтып тұрғаны, біріншісі, жалпы шындық, кез келген адамға түсінікті шындық. Мысалы, ауыз бірлігі жоқ ортада, ол ұзаққа бармайды, олардың болашағы бұлыңғыр. Шашырап кетеді. Дұрыс қой, енді мысалы бір үйде отырып, мысалы әйелі мен күйеуі, немесе балалары кешке дейін айтысып, ұрысып, сондай болып жатса, ол бақытты отбасы болмайды. Олар жаңағы ұзаққа жүрмейді. Тура солай бір мемлекеттің арасында, бір қала екінші қалаға қарсы шығып бір-бірімен соғысып сөйтіп жатса, ондай мемлекетте шашырап кетеді. Шашырап кетеді. Ауыз бірлігі жоқ. Сол Иса айтады да, егер шайтан, сендер маған жын соқты деп алып келдіңдер, дейді. Егер мен соны Белзебулдің күшімен шығарсам, онда ол ауыз бірлігі жоқ патшалық қой, ол құриды бәрібір, дейді. Сендердің айтып тұрған бос сөз, дейді. Екіншіден, дейді, егер мен Белзебулмен шығарсам, дейді, сендердің шәкірттерің оны кімнің күшімен шығарып жүр, дейді. Яғни олар Исаға мынаны айтып тұр да, сендердің ойларыңша жынды тек Белзебул ғана шығаратын сияқты болып тұр, дейді. Сондықтан егер мен Белзебулдің күшімен шығарып жатсам, онда сендердің шәкірттерің де Белзебулдің күшімен шығарып жатқан жоқ па, дейді. Біріншіден, дейді, яғни түсінікті болу үшін билік болу керек, дейді, бірлік болу керек, дейді. Белзебул жындарды шығармайды, дейді. Егер Белзебул жындарды шығаратын болса, онда сендердің шәкірттерің де кім Белзебулдің күшімен шығарып жүр деген сөз. Бірақ олай емес. Олай емес. Жындарды шығаратын күш ол тек Құдайдың киелі рухы ғана. Ол тек Құдай ғана шайтанға қарсы күш, ол тек Құдай ғана сол адамдардың жындарынан айырылған қалайды, содан айыққан қалайды. Сондықтан сендердің айтып тұрғандарың бос сөз деп Иса жаңағы соларға сөйтіп жауап қатып жатыр. Өте жақсы, өйткені жынды жаңағы сауықтыратын, орнына келтіретін Иса ол Құдайдың патшалығы үшін істеді осы нәрсе. Өте жақсы. Сол мына жерде тағы да сондай жақсы адамға ойландыратын нәрсе бар. Иса айтады ғой, маған қарсы шыққандар, мені кінәлағандар, ол кешіріледі деп айтады. Бірақ киелі рухты қорлағандар кешірілмейді деп айтады. Ол не мағынаны білдіреді осы, соны мен осы жерде түсіндіріп жүрсең. Бұл негізі осы киелі кітаптағы осы түсінуі қиын, ең бір аяттардың, немесе бір өте күрделі тәлімдердің бірі. Енді киелі рухқа қарсы шығу деген не? Немесе киелі рухты қорлау деген нені білдіреді деген сұрақ қой. Тура осы үзінді бойынша, егер осы 31-ші аятта жазылған ғой, сондықтан сендерге айтамын. Адамдардың жасаған бүкіл күнәларымен Құдайды қорлағандарына кешірім беруге болады. Бірақ Құдайдың киелі рухын қорлайтынға кешірім болмайды. Көктен келген маған қарсы сөйлеген әркімге кешірім беруге болады. Бірақ Құдайдың киелі рухына қарсы сөйлейтіндерге не осы заманда, не келешекте кешірім болмайды, дейді.
Енді жағдай қалай болып тұр? Егер тура осы аяттарды осыған дейінгі болған оқиғамен байланыстырсақ, мынандай жағдай. Исаның алдына әрі мылқау, әрі соқыр адамды алып келеді. Иса соның бәрін жаңағы емдейді. Ол емдейді. Бұл керемет екені өте айқын, өте қалай түсінікті нәрсе. Сөзсіз керемет. Және Иса бұл кереметті қалай істегенін айтып тұр. Мен бұл кереметті дейді. Мен бұл кереметті Құдайдың рухының, келі рухының құдіретімен қуып шығарамын дейді. Оны 28-ші аятта. Бірақ ана парсылдар осы Исаның істеген кереметін қабылдамай тұр. Осы нақты көрсетілген керемет қой. Парсылдар соны қабылдамай тұр. Жоқ, бұл Құдайдан емес, бұл шайтаннан деп тұр. Яғни Құдай істегенді шайтан істеген деп парсылдар сонда өте үлкен күнә жасап тұр. Яғни Исаның айтып тұрған сөзі кез келген күнәні кешіруге болады, бірақ сенбейтін күнәні кешіруге болмайды. Яғни Құдайға сенбеушілік сол Құдайға келі рухқа қарсы шығу деген сол болады. Біз келі рух істеп тұрған нәрсен жоқ, бұл келі рух емес, бұл адам істеді, немесе бұл шайтан істеді деп айтсаң, сен қорлау деген сол болады. Яғни сенбеушілік деп түсіндіріледі. Өте тамаша. Өйткені жаңағы келі рухтың өзі бір Құдайдың бір бөлігі. Қалай айтсақ болады? Құдай негізі бір үш бірліктен тұрса, соның бір бөлігі деп. Солай түсінемін ол жерде. Мен түсінігім енді ол. Және мынау Жүсіпті келтіреді осы жерде. Жүніс па? Кім? Жүніс. Соны келтіреді, сосын өзін айтады. Осы жерге бір түсініктеме беріп жіберсең. Енді одан бұрын айтайық. Ағаш жақсы болса, жемісі де жақсы. Ізгі адам жан дүниесіндегі игілікті қазынадан игілік алып шығады. Ал зұлым адам арам жан дүниесінен арамдық алып шығады дейді. Жаңағы Исаның айтып тұрған бұның бәрі әлі жауап. Жаңағы парсылдарға беріп жатқан жауабы ғой. Яғни сендердің айтып тұрғандарың арамдық, сендердің айтып тұрғандарың үлкен қателік, сендердің бұның айтып тұрған себептерің, сендердің жан дүниелерің осыған толған дейді. Ал және мына сөзге қараңыз, жақсы ағаш жақсы жеміс береді дейді. Ағаш жақсы болса, жемісі де жақсы. Ал жаман болса, жемісі де жаман дейді. Енді Иса бұл жерде өзі туралы айтып тұр. Қараңызшы, менің істегенім жаманыс па? Менің істегенім қайырымдылық, менің істегенім мейірімділік. Жаңағы адамды сауықтырдым, көзі көрмейтінді көретін еттім, жаңағы сөйлей алмай тұрғанды сөйлейтін еттім. Бұл жақсы нәрсе ғой. Бұл мейірімділік, бұл қайырымдылық, бұндай нәрсені шайтаннан келді деп айтуға болмайды. Керісінше, егер бір соқыр болып қалса, тілі байланып қалса, мүмкін ол шайтаннан шығар. Бірақ енді тілі шешіліп сөйлеп жатқан адамды, соқыр болған адам енді көзі ашылып осы жарық дүниені көріп тұрса, сендер оны неге жаман деп айтасыңдар? Ондай нәрсе айтпаңдар дейді. Яғни сен ішің зұлым болса, қара очки киіп алсаң, осының бәрі дүние қара болып көрініп тұратын сияқты дейді. Сен жан дүниеңдегі, ішкі дүниеңдегі зұлымдық, сен сол зұлымдыққа толы болғандықтан осы дүниенің бәрін сен сол зұлым түстерді ғана көресің дейді. Сен жақсылықты да көрмейсің, сен жақсылықты жамандық дейсің, мейірімділікті зұлымдық дейсің. Сенің жаңағы ішкі жан дүниең толығымен астан кестеңіз шыққандықтан сендер сондайсыңдар деп Иса оларға айтып жатыр. Енді қараңызшы, мына жерде енді барып тұрған тура комедия деп айтсады. Кейбір дін мұғалімдер мен парсылдар сонда Исаға былай дейді. Ұстаз, билігіңізді дәлелдейтін бір кереметті көрсек деп едік дейді. Енді бұл барып тұрған не? Бұл барып тұрған ақымақтық па, әлде немесе бір мазақ ету ме? Жаңа ғана өзі айтып түсіндіріп жатыр. Жаңа ғана сендердің алдарыңда жын соққанның көзін ашты, оның жаңағы мылқаудың тілін ашты, тілін шешті. Енді сендер маған келіп, қалайша сендер маған керемет көрсет дейсіңдер. Сондықтан Иса айтады, сендерге Жүніс пайғамбардың артығынан, оныкінен артық ешқандай керемет көрсетілмейді дейді. Енді бұл жерде екі талқылау бар бұның. Біріншісі, Иса ол өзінің жаңағы 3 күн бойы қабірде жататынын меңзеп тұр. Болашақта мынау біз Матай жазған хабардың 12-ші тарауындамыз. Яғни бұл парсылдар ақыр аяғында дегендеріне жетіп, Исаны жаңағы римдіктердің қолына беріп,
оны айқышқа шегелетеді ғой. Сендер менің түбіме жетесіңдер дейді. Бірақ сол кезде жеткен кезде ең басты көретін кереметтерің, ең үлкен керемет әлі күтіп тұр дейді. Мен 3 күннен кейін қайтадан тірілемін. Сендерге бұдан артық керемет көрсетілмейді дейді. Бұл бір жаңағы менің ең басты көрсететін, ең негізгі көрсететін кереметім сол болады деп оларды болашаққа меңзеп тұр. Екіншісі, осы жауаптың екінші бір жағы ол мен сендерге мысалы ермек болсын, немесе сендерді қызықтасын, немесе сендерге сол қызық көру үшін ешқандай керемет көрсетпеймін дейді. Бұл болып жатқан іс-шара, осы болған кереметтер тек адамдарға пайдасы түссін, адамдардың өміріне жақсылық келсін, адамдардың өміріне бата болсын, сол үшін ғана жасалған істер, іс-әрекеттер. Сендерге мысалы қызық көру үшін, бір кино көріп отырған сияқты, ол үшін керемет істелмейді дейді Иса. Керемет. Сосын Исаның бір осы Құдайдың еркін, менің әке шешем, менің бауырларым деп айтады сол жерде. Бұл сендерсіңдер дейді. Сонда мен түсіндіріп жіберсең, сонда өз бауырларынан бас тартып жатыр ма, әке шешесінен бас тартып жатыр ма бұл жерде? Жоқ, осы мағынасын түсіндірсең осы жерде. Жоқ, Иса ешқашан өзінің әке шешесінен, бауырынан бас тартып кеткен жоқ. Себебі біз білеміз ғой, Иса Масih айқыш тілініп тұрған кезде өзінің шешесі Мәриямды Петрге тапсырады, енді сенің аманат етеді, тапсырып кетеді. Және осы Жақып жазған Жақыптың хаты, ол Исаның інісі, сол жазған хат деп есептеледі. Сондықтан Иса ешқашанда өзінің отбасынан бас тартып кеткен жоқ. Енді Иса осы жерде нені айтып тұр? Менің шешем бауырларым кім екенін айтайын ба деді. Қолын созып шәкірттерін нұсқап, міне менің шешем мен бауырларым, себебі көктегі әкемнің еркін орындайтындар маған бауыр, қарындас, шеше іспетті жақын дейді. Біз өткен жол бүйтіп айттық қой, біз кейде мәсіхші болғанымыз үшін ғана бізді отбасымыздан қуып шығады. Біз тек мәсіхші болғанымыз үшін ғана біз өмір сүріп жатқан орта бізді қабылдамайды. Бірақ негізінде біз осы өзіміз еліміз үшін, жеріміз үшін бар жақсылық тілейміз, қолымыздан келгенше осы елдің өсіп өркендеуі үшін үлес қосамыз. Соған қарамастан кейде бізді қабылдамай жатады. Сол кезде біз тек мәсіхшілермен ғана қаламыз. Соны көрсетіп жатыр ғой Иса. Кейде сондай жағдайлар болады шын мәнінде адамның өмірінде. Оған осы бір сенімде жүрген адамдар қандас туысқандарынан қарағанда жақсырақ қарайды көп жағдайда. Кейбір жағдайларда солай болып тұрады. Өте жақсы. Біз осы тақырыптың аяғына келіп қалдық деп ойлаймын. Или тағы қосатыныңыз бар ма? Енді осының алдында ана жерді айту керек деп ойлаймын. Жын адамнан шыққаннан кейін шөл даланы кезіп, баспана іздеп таппайды. Келіп, 7 жын келеді деген да қайтадан. 43-ші аятта. 44-ші аятта былай дейді. Сонда ол шыққан үйіме қайта оралайын дейді. Қайтып келіп қарасам, үй сыпырылып жиналыпты, алайда бос тұр екен. Содан жын барып, өзінен бетер жауыз тағыз 7 жынды ертіп келіп, үйге кіріп, сонда тұрып қалады. Осылайша әлгі адамның кейінгі жағдайы бұрынғысынан да мүшкіл болады. Біліп қойыңдар, осы күнәлі ұрпақтың жағдайы да сол секілді болады дейді. Негізі шын ғой. Егер біреу мысалы осы күнәлі өмірінен бас тартып, азғындық өмірінен бас тартып, сосын мен енді бейтарап жағдайда қалаймын десе, ол бұрынғы азғындығынан да сорақ азғындыққа түседі. Одан да жаман болып кетеді. Яғни адам азғындықтан бас тартқаннан кейін ол дұрыс жолға түсу керек. Мен енді азғындықтан бас тарттым, енді мен ортаңғы жолмен жүремін деп қайтып жүресің. Ортада жол жоқ. Ортада жол жоқ. Сен азғындықтан бас тартқаннан кейін сен дұрыс жолмен өмір сүру керексің. Сен қандай да болсын осы тәуелділіктерден арылып, енді дұрыс жағымды істермен айналысу керексің. Дұрыс. Солай болу керек. Өйткені оған енді артқа қарай қайтса, оны шайтан қайттан аямайтын сияқты ғой. Аямайды. Өйткені сен кезінде мені сатып кеткенсің. Бері кел деп, бұрынғыдан да бетер жаман істерді істеткізетін сияқты. Сондықтан адам дұрыс жолға түскеннен кейін сол жолдан таймай соңына дейін жүру керек. Ой, рахмет. Керемет, өте жақсы. Енді бұл қорытындап келген кезде шынымен біріншіден біз Исаға деген көзқарасымыз дұрыс болу керек. Фаршылдар сияқты артына түсіп, жаман сөз айтып, қалай болса да Исаны ұстап алайын деген сияқты
нәрсе болмау керек. Біздің көзқарасымыз Исаға деген дұрыс болу керек. Сосын біздің жүрегіміз шынымен қатып қалған жүрек емес, жұмсақ, шынымен сөздерін қабылдай алатын, рухани көзіміз ашық, сондай болу керек деп түсіндім мен. Сосын сақ болу керек екенбіз, келі ұрпаққа қарсы шыққан. Өте сақ болу, ол өте қиын нәрсе болып қалады да. Сосын біздің ішкі дүниеміз қандай, шынымен тексеру керек екенбіз. Шынымен іш дүниеміз осы Құдайдың сөзіне тоқтап тұрмыз ба, шынымен Исаның айтқанына сеніп тұрмыз ба, осы нәрсе шынымен Исаның істеп жатқан ісі ғой деп шынымен сондай жүрегіміз сондай болып тұрады. Сосын әрдайым Құдайдың сөзін тыңдауға дайын болып тұру керекпіз деп шешім қабылдаймын. Өте керемет, рахмет, қандай жақсы бауырларымыз, Құдай жарлыққа бата берсін. Ендігі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Сау болыңыздар.